Көріп жүрген қыз жігіттердің назарына, егер сіз истихара оқып, жұбыңыздың хайыр-хайырсызын біле алмағансаңыз, немесе араларыңызда өте көп ұрыс-керіс болатын болса, ұлыққа тығу, айырылысып қайта қосылу мәселелері болатын болса, мына нәрселерге мән беріп ақ, ол қыздың немесе жігіттің сізге хайырлы, хайырсыз емесін біле аласыз. Ол үшін, егер сіз бойдақ болсаңыз, түсіңізде жиі ұл бала босанып жатқаныңызды көретін болсаңыз, ал сіздің жұбыңыз ұл баласы бойдақ болып, түсінде жиі әйелінің барын және де ұлдары барын көріп жүрген болса, онда ол сізге жұп емес деген сөз. Ал егер сіз түсіңізде қыз босанып жатқаныңыз көріп, сіздің болашақ жұбыңыз да түсінде әрқашанда қыз баласы барын көріп жүрген болса, демек ол жұп сіздерге хайырлы жұп болады деген сөз. Бұл жердегі мән беретін нәрсе, сіздер жүріп жүре бастағаннан, немесе таныса салғаннан, немесе 5 жыл алдын көргенге қарамайды. Маңыздысы жоқ, маңыздысы сіз бойдақ кезіңізде ол түсті көруіңізде. Бойдақ адамның әрқашанда түсінде сәбиді көруі, бір жыныста көруі, оның алғашқы сәбиінің сол жыныстан болатынының белгісі. Яғни тек қана қыз туатынын, немесе қыздардың қуыршағын, күрішкасын, аяқ киім көретіндер, демек алғашқы баласы қыз болатын. Сәйкесінше ұлдың мәсенесін, ұл баланы көтергенін көретіндер, әлбетте ұл баланың алғашқы ата-анасы болатын белгісі болады. Сол себепті сіздің жұбыңыздың танысқан кезде әңгіме арасында осы нәрсені әлбетте сұраңыз. Сіз түс көргенсің ба, түсіңде баланың жынысы қандай еді деп. Егер оның баласының жынысы сіздің түсіңізде көргенмен сәйкес келсе, демек ол сізге хайырлы жұп болады. Ал керісінше болған жағдайда әлбетте ол сізге жұп емес, семья бола алмайсыздар. Тағы да қайталап өтемін, бұл нәрсенің сізді танып танымауына қатты мән берілмейді. Яғни ол жігіт немесе қыз ешкіммен жүрмей тұрып ақ бойдақ кезінде өзінің сәбиін көре білуі мүмкін. Егер күйеу адам, яғни сіздің болашақ күйеуіңіз болатын жігіт түсінде ешқандай сәбидің жынысын көрмеген болса, тек қана үйленіп жүрміз деген нәрсені, екіқабат екенсің деген нәрсені айтатын болса, демек бұл нормально. Ондай жағдайда ол қыз сіз немесе сіз емес екеніне маңыз алынады. Егер ол көріп атқан екіқабат қызы сізге құсамайтын немесе мүлде сіз емес болып шыққан болса, ондай жағдайда ол жігіттің сізге деген семья болуда деген фантазиясы жоқ дегенді білдіреді.